Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге 2025 жылы хит болған Орео пирогын жасауды үйренетін боламыз. Осындай оригинал рецепттерді көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Құрамын мен описание бөлімінде қалдыратын боламын толықтай. Төмендегі описание бөлімінен қарай аласыздар. Енді бір қайталап кетейін. Құрамын бізге қажетті заттар: Орео печеньесі, қант қажет болады, май, жұмыртқа, қаймақ, кез келген қаймақты қолдана берсеңіздер болады, кукурузный крахмал, какао, разрыхлительный тесто және де ұн қажет болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болуларыңызды сұраймын. Достар, менің қолымда таразы жоқ болғандықтан мен термомиксті қолданатын боламын. Сіздер егер үйлеріңізде таразы бар болатын болса, өздеріңіз қолмен илеп, қолмен жасауға да болады бұл пирогты. Ал ендеше кеттік. Let's go! Сәлем достар, таңғы асқа не дайындарларыңызды білмей жүрсіздер ме? Менімен бірге болыңыздар. Бүгін осындай шакшука тамағын дайындайтын боламыз. Ең алдымен табамызды плитамызға қыздырып алып, ерітілген қолдың майын немесе қарапайым майды қолдансаңыздар да болады. Майымызды табамызға салып қыздырып аламыз. Майымыз дайын болғанша жуаларымызды осылайынан жіңішке етіп тураймыз. Туралған жуаларымызды қызып тұрған майдың үстіне салып 5 минутқа жабық күйінде қалдырамыз. 5 минуттан соң табамызды ашып, жақсылап жуаларымызды араластырып аламыз, қуырып.
астын бәсеңдетіп баяу отта қуыратын боламыз. Осы сәтте тұзымызды сеуіп аламыз. Қатты қуырып қажет емес, кішкене ғана қуырып алсақ жеткілікті. Біздің жуаларымыз қуырылып біткенше қызанағымызды дайындаймыз. Осылайынан кубиктап, майдалап турап аламыз. Дайын болған қызанағымызды қуырылған жуаның үстіне саламыз. Жуамыз бен қызанағымызды 3 минуттай осылайынан қуырып алып, баяу отта 2 минут қалдырамыз. Қуырылып болған жуамыз бен қызанағымыздың үстіне осылайынан жұмыртқаларымызды біртіндеп жарып шығамыз. Жұмыртқаларымызды жарып болғаннан соң өздеріңізге ұнаған приправаларды сепсеңіздер болады. Мен қара бұрыш пен тұзды септім. Оның үстіне қысқа деп алып қалған болгарский перецтерімізді сеуіп шықтым. Баяу отта 2 минуттай қалдырып, сәндік ретінде фасольді салдым. Сіздер салмасаңыздар да болады. Мінекей біздің дәмі тіл үйіретін шакшукаларымыз дайын болды. Дайындап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар. Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге термомиксте осындай үлпілдек дәмді бауырсақтарды дайындауды үйренетін боламыз. Осындай дәмді рецепттерді көргілеріңіз келсе, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен термомикстің таразысын қосып, 300 грамм сүтімізді құйып аламыз. Келесі кезекте бізде дрож 8 граммдай қосып аламыз. 1 ас қасық қант, 2 минутқа 37 градусқа жылдамдық 2-ге қойып араластырып аламыз барлық сұйықтығымызды. Мінекей біздің сұйықтықтарымыз араласып бітті. Оның үстіне 15 грамм майонезімізді саламыз. 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа, 30 грамм сұйық май, 600 грамм ұнымызды салып аламыз. 3 минутқа қойып термомиксімізді қамырды илеу деген режимға қоямыз. Мінекей біздің термомиксіміздегі қамырымыз дайын. Осындай жұмсақ, әдемі, үлпілдек болып үйлену қажет. Қамыр тез көтерілу үшін мен осындай салфан пакеттерге салатын боламын қамырды. Яғни қамырымызды термомикстен алып, жақсылап бетін байлап, жылы жерде жарты сағатқа қойып қойсаңыздар жеткілікті. Мінекей жарты сағаттан кейін біздің қамырымыз осындай пышный, әдемі болып көтеріледі. Енді үлпілдек бауырсақтарымызды жасауға көшетін боламыз. Ол үшін алдымен осылай астына ұнды себелеп, қамырымызды үстіне қойып, домалатып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бізде мінекей 2 зуала қамыр шықты. Мен тек қана 1 зуаласын ғана қолдандым. 1 зуаласының өзі жеткілікті болды бізге. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, оқтауымызбен осылай үйкелеп аламыз. Қамырымызды оқтаумен жайып болғаннан соң кесу этабына көшеміз. Осылайынан 4 бұрышты етіп кесеміз. 4 бұрышты етіп кескен маған ұнайды. Домалақтан қарағанда 4 бұрышты әдемі әрі сәнді көрінеді деп ойлаймын. Кесіп болғаннан соң бауырсақтарымыздың бетін 5 минутқа жабық күйінде қалдырамыз. Бауырсағымыз дайын болғанша плитамызға табамызды қойып, майымызды құйып, майымызды қыздырып аламыз. Майымыз қызғанша бауырсақтарымызды салатын ыдысын дайындаймыз. Яғни май қатты ақпау үшін астына салфетка қойдым. Бауырсақтарымызды осылайынан біртіндеп салып, асты қызарғанша қызартып аламыз. Мінекей біздің үлпілдек, дәмді әрі түрі әдемі көрінетін бауырсақтарымыз дайын болды. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай дәмі тіл үйіретін турецкий лепешка дайындайтын боламыз. Оригинал рецепттерді көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
Бұл лепешканы қолмен елесеңіздер де болады. Мен термомикспен еледім. Лепешканың құрамы өте қарапайым, үйдегі бар заттармен пісіруге болады. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм жылы суымызды комнатный температурада құйып аламыз. 10 грамм дрожжымызды саламыз. Термомиксте болса 23 секундқа қойып 2 жылдамдыққа салып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң 400 грамм ұнымызды саламыз. 30 грамм оливковое масло, 30 грамм сұйық май, дәміне қарай тұз салып, 2 минут 40 секундқа салып, қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды термомикстен алып, бетін 30 минутқа жабық күйінде қалдырамыз. Асты жабысып қалмау үшін бумага қолданамыз. Мінекей біздің 30 минутта ашқан қамырымыз дайын болды. Ол қолымызға жабыспау себептен оливковое маслоны қолданамыз. Оливковое маслоны қолымызға жағып, қамырымызды формасына келтіреміз осылай. Дайын болған форманың үстінен осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Оны жабық күйінде 15 минутқа қалдыруымыз қажет. Онан соң жұмыртқаның тек қана сарысын бетіне жағып шығамыз. Оның үстінен қара күнжіт, сары күнжіт, үйде қандай күнжіт бар, сол күнжіттерімізді сеуіп шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз, 180 градусқа беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің дәмі тіл үйіретін өте дәмді турецкий лепешкаларымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.
Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге осындай тез дайын болатын, әрі тойымды, пайдалы таңғы ас дайындауды үйренетін боламыз. Видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш. Күнделікті таңғы ас жеуден жалықсаңыз, мінекей осындай таңғы ас жасауды менен үйреніп, жасап көріңіз. Бізге қажетті заттар сосиска, май, сыр және де мексиканский лепешка, лаваш деп те айтуға болады, және де черри помидорлары. Кез келген помидорды қоссаңыздар болады. Ең алдымен черри помидорларымызды осылай екіге бөліп турап аламыз. Қызып тұрған плитаның үстіне табамызды қойып, майымызды салып, еріген майымыздың үстінен туралған колбасаларымызды осылайынан әдемілеп қойып шығамыз. Бөлек ыдысқа бір жұмыртқамызды, сүтімізді, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырып алып, жаңағы қызып тұрған сосисканың үстінен осылайынан құямыз. Оның үстінен мексиканский лепешкамызды, яғни лавашымызды салып, бетін жауып, 2 минутқа жай отта қыздырыңыздар. Үстінен екіге бөлінген черри помидорларымызды саламыз. Мұнда сәндік ретінде рукколаны қолдандым. Сіздер салмасаңыздар да болады. Оның үстінен сырымызды осылай теркадан өткізіп саламыз. Сырды теркадан өткізіп болғаннан соң сразу екіге осылайынан бүктейміз, дәл видеодағыдай. Себебі сырымыз өзінің ыстықтығына еріп әдемі болып піседі. Мінекей біздің таңғы асымыз дайын болды. Дастархан басына ұсынсаңыздар болады. Мінекей біздің тойымды, дәмді, қытырлы, хрустящий таңғы асымыз дайын болды, достар. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Менімен соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі қандай видеоны күтесіздер? Комментарий бөлімінде қалдырыңыздар. Қош, сау болыңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш. Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен бірге хрустящий самсаның жасалу сырымен бөлісетін боламын. Бұл рецепті бұрыннан бері қолданып келе жатырмын. Самса қытырлақ, дәмді, хрустящий болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Біздің самсамызға қажетті заттар ұн, салқын су және де тұз. Ең алдымен ыдысымызға салқын суымызды құйып алып, оның үстіне тұзымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Араласып болған қоспамыздың үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, аз-аздан осылайынан қамыр илейміз. Мінекей біздің иленген қамырымыз осындай болып илену керек, арасы тығыз болып, оның бетін жауып 15 минутқа тұндырамыз. 15 минут өткеннен соң осылайынан тағы да илейміз. Бетін жауып, тағы 15 минут тұндырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша біз майымызды, арасына жағатын майымызды дайындайтын боламыз. Мен мұндағы жерде қолдың майын пайдаланып жатырмын. Сіздер 82% май қолдансаңыздар да болады. Бұл майды гхи майы деп те айтамыз. Гхи майы ол ағзаға өте пайдалы майлардың бірі болып табылады. Гхи майының дайындалу этаптарын мен видеода толықтай көрсетіп жатырмын. Осылайынан бетіне көбігі шыққанша жай отта қайнатамыз. Ортасында таза май жиналғаны ол біздің майымыздың дайын болғаны деген сөз. Бетіндегі көбігін осылайынан бөлек ыдысқа алып аламыз. Мінекей біздің арасына жағатын майымыз дайын болды. Енді июі қанған қамырымызды алып, жайып бастаймыз. Қамырды жаюдың бастапқы кезінде ұнды аямай сеуіміз қажет. Видеода көрсетілгендей ұнды сеуіп, қамырымызды осылайынан үстінен басып шығамыз. Ендігі этап қамырымызды оқтаумен жаю процесі. Яғни қамырымызды жаю барысында, достар, екі жағын ғана басамыз, ортасын көп баспауға тырысыңыздар. Сол кезде қамырымыз домалақ, жұқа, әдемі болып жайылатын болады.
Мінекей біздің қамырымыз осындай қалыңдықта жайылу қажет, өте жұқа болып. Самсаның қамырына өте жұқа қамыр қажет болғандықтан осылайынан жан-жағын тағы да созып шығатын боламыз. Созып болғаннан соң қолымызға қамырды алып осылайынан бір айналдырып шығамыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне ертіп алған майымызды құйып, осылайынан жағып шығамыз. Майымызды жағып болғаннан соң қамырымыз созылуға өте ыңғайлы болады. Осылайынан созып шығамыз. Тағы да төртке бүктеп май құямыз үстіне. Видеода көрсетілгендегідей осылайынан қамырымызды тығыздап орап шығамыз. Тығыздалып оралған қамырымызды пакетімізге салып, морозильникке 20 минутқа салып алсаңыздар жеткілікті. Қамырымыз дайын болғанша арасына салатын начинкамызды дәл видеодағыдай осылайынан турап шығамыз. Үстіне бұрышымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды морозильниктен алып, осылайынан өзімізге ыңғайлы етіп кесіп шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп орап, үстін осылайынан басамыз. Бізде осындай қатпарлы қамыр дайын болады. Қамырларымызды дәл видеодағыдай осылайынан біртіндеп жайып шығатын боламыз. Мінекей мен қамырларымыздың жарты бөлігін ғана қолдандым. Начинкасын үстіне салып, түйіп шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп түйсеңіздер өте ыңғайлы әрі тез болады. Дайын болған самсаларымызды осылайынан біртіндеп табамызға қойып шығамыз. Самсамыздың хрустящий болуына көмектесетін ол әрине жұмыртқамыздың сарысы, соңғы этабы деуге де болады. Жұмыртқаның сарысын осылайынан бөліп алып, самсамыздың бетіне жағып шығамыз әділмелеп. Самсаның бетіне кунжут себуімізге болады, сәндік ретінде. Осылайынан самсаларымызды 180 градуста 30-40 минутқа салып аламыз. Мінекей достар, біздің хрустящий дәмі тіл үйіретін самсаларымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге овсянкадан жасалған печенье дайындайтын боламыз. Бұл печенье ағзаға өте пайдалы және тойымды дәмді печеньелардың бірі болып табылады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер де осындай дәмді печенье дайындағыларыңыз келсе, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Және де видеоға лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, 40 грамм қантымызды, шымшым тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араласып болған сұйықтығымызға 50 грамм қаймақ қосамыз. Шай қасықпен 1 қасық бал қосамыз. 40 грамм ұнымызды жарты шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің сұйықтығымыз осындай сұйық болу керек. 140 грамм овсянкамызды блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз.
Біздің овсянкамыз дәл видеодағыдай болу қажет. Овсянкамызды дайындап қойған сұйықтығымыздың үстіне салып, кез келген жеміс түрін салсаңыздар болады, немесе салмай қойсаңыздар да болады. Мен мұндағы жерде смородинаны қолдандым. Смородинаны салып болғаннан соң барлық сұйықтығымызды жақсылап араластырып, үстіне 1 шай қасық сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Біздің салмамыз дәл видеодағыдай болу керек. Одан сұйық болса, сіздер холодильникке қойып, қатырып алсаңыздар жеткілікті. Салмамыз қолымызға жабыс қалмау үшін қолымызды майлап алып, осылайынан домалақ пішінге келтіріп қойып шығамыз. Осылайынан домалақ пішінге келтіріп болғаннан соң 180 градуста қызып тұрған пешімізге 15 минутқа салып аламыз. Мінекей біздің овсянкадан жасалынған дәмді әрі пайдалы печеньеміз дайын болды. Достар, сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш. Егер менің видеом ұнаса, маған үлпіл қалдырып, комментарий жазып, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге ерекше сметаник дайындайтын боламыз.
Мен қамырын алдын ала дайындап қойдым. Оның рецептісін төменге жазып кететін боламын. Ең алдымен осылай табамызға қамырымызды реттеп келтіріп аламыз. Одан кейін вилкамызбен тесіп шығамыз үстін әдемі формамызға. Салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге қажетті заттар 2 жұмыртқа, 3 ас қасық қант және де кез келген 20% қаймақ и варенка қажет болады. 3 ас қасық қантымызды салып, жұмыртқаның үстіне 20% қаймағымызды барлығын салатын боламыз. Одан кейін варенкамызды, 2 ас қасық варенкамызды қосатын боламыз. Барлық заттарымызды салып болғаннан соң жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне, қамырымыздың үстіне банан құйып, жаңағы дайындап қойған салмамызды құямыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, бананның да, варенканың да ерекше дәмі келіп тұрады. Мына жерде мен пісіріп болғаннан соң 5 минуттан кейін кестім. Суытып кессеңіздер өте көлемін ұстап, жақсы сметаник болып шығады. Дәмі деген керемет. Достар, істеп көруге кеңес беремін. Рахмет. Қайырлы күн қыздар, бүгін біз сіздермен бірге ауызашарға осындай қолдың кеспесін дайындауды үйренетін боламыз. Мен бұл рецепті бұрыннан пайдаланамын, сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бізге қажетті заттар жуа, ет, сәбіз, картошка қажет болады. Қызып тұрған қазанымыздың ішіне алдымен майымызды салып, одан соң етімізді салып жақсылап қуырамыз. Етті жақсылап қуырып болғаннан соң ұсақтап туралған жуамызды саламыз. Жуаны қатты қызартып алуымыз керек, достар. Сонан соң сәбізіміз бен картопымызды салып жақсылап қуырамыз. Бұл тамаққа өздеріңіз қалаған спец түрін қолдануларыңызға болады. Мен қара бұрышты қолдандым. Сонан соң тұзды сеуіп, жақсылап тағы да қуырамыз. Мен мұнда три желанияның томат пастасын қолдандым. Сіздердің үйлеріңізде қызанақ бар болса, қызанақты қолдануларыңызға да болады. 2 шай қасықпен томат пастасын салып, жақсылап қуырамыз. Тамақты қуыру барысында томаттың қатты қуырылғаны өте маңызды, сондықтан су құюға қатты асықпаңыздар. Томатымыз жақсылап қуырылып болғаннан соң үстіне суымызды қойып, лавровый листті салып, жай отта қайнатамыз. Ендігі кезекте кеспе жасаймыз. Оған бізге 1 жұмыртқа, тұз және де 100 грамм ұн қажет болады. Осылайынан жұмыртқамызды, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Мінекей біздің қамыр дайын болды. Осындай тығыз, қатты болып илену керек. Бетін жауып 15 минутқа тұндырып қоямыз. 15 минут өткеннен соң қамырды тағы илеп 15 минутқа тұндырамыз. Мінекей біздің қамыр дайын болды. Енді жаю процесіне келеміз. Алғашында ұнды көбірек сеуіп, осылайынан ретке келтіріп жаямыз. Дәл видеода көрсетілгендегідей қамырдың ортасын көп баспай, 2 жағын көптеу басып, қамырымызды үлкендеу етіп жайып аламыз. Дайын болған қамырды 4 бөлікке бөлеміз. Кесілген қамырларды бір-бірінің үстіне қойып, орап шығамыз. Оралған қамырымызды дәл видеодағыдай осылайынан жіңішке етіп кесіп аламыз. Мінекей біздің кеспеміз дайын болды. Енді қайнап тұрған сорпамыздың үстіне салуымызға болады. Мінекей қайнап тұрған сорпамыздың үстіне саламыз. Мен жарты бөлігін ғана қолдандым. Жарты бөлігін мұздатқышта сақтап қойсаңыздар да болады. Кеспемізді салып болғаннан соң қыста қатырылған болгарский перецімізді саламыз. Бетіні жауып, жай отта 5 минут қайнатсаңыздар да жеткілікті. Мінекей біздің кеспе көжеміз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш, менімен соңына дейін болғандарыңызға алғысым шексіз.
Қайырлы күн қыздар, бүгін біз сіздермен бірге ауызашарға осындай қолдың кеспесін дайындауды үйренетін боламыз. Мен бұл рецепті бұрыннан пайдаланамын, сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бізге қажетті заттар жуа, ет, сәбіз, картошка қажет болады. Қызып тұрған қазанымыздың ішіне алдымен майымызды салып, одан соң етімізді салып жақсылап қуырамыз. Етті жақсылап қуырып болғаннан соң ұсақтап туралған жуамызды саламыз. Жуаны қатты қызартып алуымыз керек, достар. Сонан соң сәбізіміз бен картопымызды салып жақсылап қуырамыз. Бұл тамаққа өздеріңіз қалаған спец түрін қолдануларыңызға болады. Мен қара бұрышты қолдандым. Сонан соң тұзды сеуіп, жақсылап тағы да қуырамыз. Мен мұнда 3 желанияның томат пастасын қолдандым. Сіздердің үйлеріңізде қызанақ бар болса, қызанақты қолдануларыңызға да болады. 2 шай қасықпен томат пастасын салып, жақсылап қуырамыз. Тамақты қуыру барысында томаттың қатты қуырылғаны өте маңызды, сондықтан су құюға қатты асықпаңыздар. Томатымыз жақсылап қуырылып болғаннан соң үстіне суымызды қойып, лавровый листті салып, жай отта қайнатамыз. Ендігі кезекте кеспе жасаймыз. Оған бізге 1 жұмыртқа, тұз және де 100 грамм ұн қажет болады. Осылайынан жұмыртқамызды, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Мінекей біздің қамыр дайын болды. Осындай тығыз, қатты болып илену керек. Бетін жауып 15 минутқа тұндырып қоямыз. 15 минут өткеннен соң қамырды тағы илеп 15 минутқа тұндырамыз. Мінекей біздің қамыр дайын болды. Енді жаю процесіне келеміз. Алғашында ұнды көбірек сеуіп, осылайынан ретке келтіріп жаямыз. Дәл видеода көрсетілгендегідей қамырдың ортасын көп баспай, екі жағын көптеу басып, қамырымызды үлкендеу етіп жайып аламыз. Дайын болған қамырды 4 бөлікке бөлеміз. Кесілген қамырларды бір-бірінің үстіне қойып, орап шығамыз. Оралған қамырымызды дәл видеодағыдай осылайынан жіңішке етіп кесіп аламыз. Мінекей біздің кеспеміз дайын болды. Енді қайнап тұрған сорпамыздың үстіне салуымызға болады. Мінекей қайнап тұрған сорпамыздың үстіне саламыз. Мен жарты бөлігін ғана қолдандым. Жарты бөлігін мұздатқышта сақтап қойсаңыздар да болады. Кеспемізді салып болғаннан соң қыста қатырылған болгарский перецімізді саламыз. Бетін жауып, жай отта 5 минут қайнатсаңыздар да жеткілікті. Мінекей біздің кеспе көжеміз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш, менімен соңына дейін болғандарыңызға алғысым шексіз. Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге осындай тез дайын болатын, әрі тойымды, пайдалы таңғы ас дайындауды үйренетін боламыз. Видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш. Күнделікті таңғы ас жеуден жалықсаңыз, мінекей осындай таңғы ас жасауды менен үйреніп, жасап көріңіз.
Бізге қажетті заттар сосиска, май, сыр және де мексиканский лепешка, лаваш деп те айтуға болады, және де черри помидорлары. Кез келген помидорды қоссаңыздар болады. Ең алдымен черри помидорларымызды осылай екіге бөліп турап аламыз. Қызып тұрған плитаның үстіне табамызды қойып, майымызды салып, еріген майымыздың үстінен туралған колбасаларымызды осылайынан әдемілеп қойып шығамыз. Бөлек ыдысқа бір жұмыртқамызды, сүтімізді, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырып алып, жаңағы қызып тұрған сосисканың үстінен осылайынан құямыз. Оның үстінен мексиканский лепешкамызды, яғни лавашымызды салып, бетін жауып, 2 минутқа жай отта қыздырыңыздар. Үстінен екіге бөлінген черри помидорларымызды саламыз. Мұнда сәндік ретінде рукколаны қолдандым. Сіздер салмасаңыздар да болады. Оның үстінен сырымызды осылай теркадан өткізіп саламыз. Сырды теркадан өткізіп болғаннан соң сразу екіге осылайынан бүктейміз, дәл видеодағыдай. Себебі сырымыз өзінің ыстықтығына еріп әдемі болып піседі. Мінекей біздің таңғы асымыз дайын болды. Дастархан басына ұсынсаңыздар болады. Мінекей біздің тойымды, дәмді, қытырлы, хрустящий таңғы асымыз дайын болды, достар. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Менімен соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі қандай видеоны күтесіздер? Комментарий бөлімінде қалдырыңыздар. Қош, сау болыңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш.
Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай дәмі тіл үйретін турецкий лепешка дайындайтын боламыз. Оригинал рецептерді көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл лепешканы қолмен елесеңіздер де болады. Мен термомикспен еледім. Лепешканың құрамы өте қарапайым, үйдегі бар заттармен пісіруге болады. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм жылы суымызды комнатный температурада құйып аламыз. 10 грамм дрожжымызды саламыз. Термомиксте болса 23 секундқа қойып 2 жылдамдыққа салып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң 400 грамм ұнымызды саламыз. 30 грамм оливковое масло, 30 грамм сұйық май, дәміне қарай тұз салып, екі минут 40 секундқа салып, қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды термомикстен алып, бетін 30 минутқа жабық күйінде қалдырамыз. Асты жабысып қалмау үшін бумага қолданамыз. Мінекей біздің 30 минутта ашқан қамырымыз дайын болды. Ол қолымызға жабыспау себептен оливковое маслоны қолданамыз. Оливковое маслоны қолымызға жағып, қамырымызды формасына келтіреміз осылай. Дайын болған форманың үстінен осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Оны жабық күйінде 15 минутқа қалдыруымыз қажет. Онан соң жұмыртқаның тек қана сарысын бетіне жағып шығамыз. Оның үстінен қара күнжіт, сары күнжіт, үйде қандай күнжіт бар, сол күнжіттерімізді сеуіп шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз, 180 градусқа беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің дәмі тіл үйретін өте дәмді турецкий лепешкаларымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар. Сәлем достар, таңғы асқа не дайындарларыңызды білмей жүрсіздер ме? Менімен бірге болыңыздар. Бүгін осындай шакшука тамағын дайындайтын боламыз. Ең алдымен табамызды плитамызға қыздырып алып, ерітілген қолдың майын немесе қарапайым майды қолдансаңыздар да болады. Майымызды табамызға салып қыздырып аламыз. Майымыз дайын болғанша жуаларымызды осылайынан жіңішке етіп тураймыз. Туралған жуаларымызды қызып тұрған майдың үстіне салып 5 минутқа жабық күйінде қалдырамыз. 5 минуттан соң табамызды ашып, жақсылап жуаларымызды араластырып аламыз. Қуырып, астын бәсеңдетіп, баяу отта қуыратын боламыз. Осы сәтте тұзымызды сеуіп аламыз. Қатты қуырып қажет емес, кішкене ғана қуырып алсақ жеткілікті. Біздің жуаларымыз қуырылып біткенше қызанағымызды дайындаймыз. Осылайынан кубиктап, майдалап турап аламыз. Дайын болған қызанағымызды қуырылған жуаның үстіне саламыз. Жуамыз бен қызанағымызды 3 минуттай осылайынан қуырып алып, баяу отта 2 минут қалдырамыз. Қуырылып болған жуамыз бен қызанағымыздың үстіне осылайынан жұмыртқаларымызды біртіндеп жарып шығамыз. Жұмыртқаларымызды жарып болғаннан соң өздеріңізге ұнаған приправаларды сепсеңіздер болады. Мен қара бұрыш пен тұзды септім. Оның үстіне қысқа деп алып қалған болгарский перецтерімізді сеуіп шықтым. Баяу отта 2 минуттай қалдырып, сәндік ретінде фасольді салдым. Сіздер салмасаңыздар да болады. Мінекей біздің дәмі тіл үйретін шакшукаларымыз дайын болды. Дайындап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар. Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге ағзаға пайдалы, дәруменге бай винегрет салатын дайындайтын боламыз. Винегрет салатын әркім әрқалай дайындайды. Сіздерге өз дайындау жолымды көрсететін боламын. Бізге қажетті заттар сәбіз, қызылша, картоп. Осы үшеуін жақсылап будап пісіріп аламыз. Піскеннен соң майдалап кубиктап турап аламыз. Консервадағы горох немесе фасоль қоссаңыздар да болады. Келесі оливковое масло, дәміне қарай тұз, бұрышымызды қосып дастарханға ұсына берсеңіздер болады.
Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге корей салатын жасаймыз. Ең алдымен огурцымызды дөңгелектеп турап, помидорымызды 4 бөлікке бөліп, капустамыздың жартысын, сәбізімізді күштен өткізіп, болгар перецімізді ұзынша етіп турап, петрушкамызды, укропымызды, соңында чесногымызды жақсылап, майдалап турап аламыз. Барлығын турап болғаннан соң құрамына қарай тұзымызды, қара бұрышымызды, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Сосын банкымызды парлап алып, парланған банкімізге салаттарымызды біртіндеп салып шығамыз. Ыдысының түбіндегі суын да құямыз. Енді ең маңызды жеріне келдік. Кез келген банкі, 1 литрлік банкі сиятын ыдысымызға жартылай етіп су құйып аламыз. Қайнамаған су болу керек, қыздар. Оның астына тряпкамызды салып, банкілерімізді орналастырып шығамыз. Үстінен қақпақтарын просто так жауып шығамыз. Қақпағын жауып 45 минут қайнатамыз. Яғни қайнаған уақыттан бастап есептейміз 45 минутты. Мінекей біздің салатымыз дайын. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлем, бүгін біз сіздермен бірге пиццериядағы пиццаны дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 грамм жылы су, 1 ас қасық қант, 1 шай қасық дрожж салып 15 минутқа тұндырып қоямыз. 350 грамм ұнымызға тұндырып қойған сұйықтығымызды, 25 грамм зайтын майымызды салып 30 минутта жылы жерге қоямыз. Қамырымыз ашығанша соусын дайындаймыз. 2 помидорға қайнап тұрған ыстық суымызды құйып 15 минутқа тұндырамыз. Помидордың қабығын ашып миксерлейміз. Қызып тұрған табамызға 2 ас қасық зайтын майын, дайындап қойған соусымызды, 2 сарымсақты, 1 шай қасық тұзымызды, орегано приправасын салып 15 минут жай отта қайнатамыз. Ашып тұрған қамырымызды 2-ге бөліп, осылайына ретке келтіріп, дайындап алған соусымызды, күштен өткізілген сырымызды, жіңішке етіп туралған колбасамызды үстіне қойып, қызып тұрған пешімізге 10-15 минутқа салып аламыз. Мінекей біздің өте жұмсақ, дәмді пиццамыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.